Сәлем жігіттер, мен бір қызықты жіберіп алдым-ау деймін. Сенің жүргеніңде, келгеніңде байқалмайды екен. Енді ол менің табиғатым осындай ғой. Менің тектілігім, қолымның ептілігі. Ай-пай шіркін, сонымен де мақтанам екен. Түсінсеңдер, ептілік бұл да бір өнер. Анау ағашта отырған екі құсты көрдіңдер ме? Я, сауысқандар, өте сақ құстар. Ал енді қарап отырыңдар. Епті қол десе дегендей екен. Керемет. Ал, қалай екен? Сен енді бізге өз өмір баяныңды айтып берші. Олай болса, тыңдаңдар. Менің есімімді әжем үш кемпір деп қойған екен. Бұл есім маған ұнамаса да, мен туылғанда анамның жанында болған үш кемпірдің құрметіне қойылса керек. Тфай, тіл көзім тасқа. Бауы берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Мен туылған сәтте-ақ сол кемпірлердің қолдарындағы білезік жүзіктерін білдірмей сыпырып алыппын. Оны тіпті анам да байқамапты. Мына жүгірмек менің күміс білезігімді сыпырып алыпты. Ал менің алтын жүзігім жоқ. Ой, пырмай, туыла салысымен ептісін қарай көрейі. Тіптен сезбей қалдық емес пе? Мен сіздер көрімдік деп, беріп кеткен екен деп. Көрімдік? Өзіміз босандырған жоқпыз ба? Соны айтамын ауа. Хей! Қайтар бәрін. Кәне? Бойыма біткен бұл қасиеттің пайдасы да зияны да тиіп жатты. Ұрыныстандар! Ұрлады! Ұрыныстандар! Ұрыныстандар! Ұрыныстандар ұрлады! Мен әрине бұл кезде қашып кеткен болатынмын. Бір күні осындай тірліктен соң мені бір атақты жалғыз көз деген баукеспе ұры ұстап алды. Сөйтіп өзіне серік етіп, өз кәсібін маған үйретті. Жалғыз көз бірде әтештің құйрығындағы бір қауырсынды жұлып алып, бас киіміне қадап алды. Мен де сол көргенім істеймін деп әрекет еткен едім. Әтеш байқұстың жан даусы шықты. Содан соң тауықтардың жұмыртқаларын білдірмей алып үйрендім. Осындай мектептен өткен соң мен де бала ұры атандым. Мың асқанға бір тосқан деген. Бір күні жалғыз көзді ұйықтап жатқан жерінен сақшылар келіп ұстап алып кетті. Биік қабырғалы түрмеге қамап, ертеңіне жазаламақшы болды. Мен жалғыз көзді қайткен күнде де құтқармақшы болдым. Сауысқандай сақтықпен, аса ептілікпен сақшыларды айналып өтіп,
жалғыз көзді құтқарып алып шықтым. Екеуміз тас қамалдан қашып шыққан соң, ол кісі маған: "Мені тар қапастан құтқарғаның үшін рахмет. Қамауда отырғанда ұрлық түбі қорлық екенін түсіндім. Біз енді жаңа өмірге қадам басып, өз еңбегімізбен нан табуымыз қажет. Сен де бойыңдағы қасиетіңді жақсылық жолында жұмсай біл. Ал балам, жолың болсын" деп менімен қош айтысты. Міне, осылайша мен де ертегілер еліне тап болдым. Мынау сол жалғыз көздің бәкісі, естелікке берген. Содан бір күні келе жатсам, қаңбақ жылап отыр екен. "Армысыз ата, неге көңілсіз отырсыз?" Қарағым, анау қотүлкі аулаған балықтарымды ұрлап кетіпті. Енді міне кемпіріме не айтам? Ол түлкі қайды өзі? Анау қырдың арғы жағында іні бар. Өзім барайын десем, қауқарым мынау. Шамам жетпейді ол қуға. "Ата, мен қазір келемін, сіз кетіп қалмаңыз." Мен әлгі жерге барсам, қу түлкі қаңбақ шалдан тартып алған балықтарынан сорпа дайындап жатыр екен. Мен бірінші білдірмей барып, балықтарды алып кеттім. Қу түлкі байбалам салып мені іздеп жүргенде, қазанды да алып кеттім. Осылайша дәмді сорпаны суытпай қаңбақ шалға алып келдім. Рахмет саған епті қол. Мың асқанға бір тосқан деген. Қотүлкіге сол керек бәлем. Сорпа өте дәмді болыпты, солай ма ата? Иә, епті қол, шалға көмектескенің дұрыс болған екен. Бойымыздағы қасиетті тек қана жақсылыққа жұмсайық. Иә, келісемін. Қу түлкі қаңбақ шалға енді қайтып жоламайтын болар. Содан бері мен қолымның ептілігін балаларға түрлі қызықты ойындар көрсетуге жұмсадым. Менің бұл өнерім балаларға қатты ұнады. Сендерге де ұнайды деп сенемін. Солай емес пе, балалар? Ертеде ешкі жүні біртеде, ертек айтып бермесең ұйықтамайтын еркелер. Сандығымды сиқырлы сендерге арнап ашайын.